Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен бас ауруына алып келетін негізгі себептермен және оны үй жағдайында емдеу жолдарымен бөлісемін. Алдымен каналыма жазылып, осындай қазақша пайдалы каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Іс жүзінде жұмыс істейтін 7 табиғи бас ауруын емдеу құралдары. Бас ауруы әртүрлі себептермен туындауы мүмкін. Шаршау, стресс, қоректік заттардың жетіспеушілігі және басқалар. Бұл аурумен күресудің табиғи құралдары бас ауруының белгілерін жеңілдетуге тиімді ғана емес, сонымен қатар оның пайда болу себептерін жоюға қабілетті. Біріншісі, су. Өкінішке орай көпшілігіміздің ағзамыз созылмалы сусызданудан зардап шегеді. Ал кофе, алкоголь және қантты сусындарды пайдалану жағдайды тек ушықтырады. Енді басталып келе жатқан бас ауруының белгілерін сезген бойда 1 стакан су ішіңіз және күн бойы көп су ішуді жалғастырыңыз. Сондай-ақ құрамында суы жоғары көкөністер мен жемістерді жеу арқылы ағзадағы судың мөлшерін көбейтуге болады. Күнделікті диетаңызға жаңа піскен қияр, балдыркөк, қырыққабат, кәді, шпинат, қарбыз, грейпфрут және апельсин қосыңыз. Екінші, зімбір. Зімбір қабынуды, соның ішінде қан тамырларын азайтуға қабілетті. Бас ауруын жеңілдету үшін ыстық зімбір сусынын дайындаңыз. Жаңа зімбірдің 3 кішкене бөлігін 2 стакан суға құйып, барлығын қайнатыңыз. Дәмі үшін дайын сусынға 1 тілім лимон мен бал қосыңыз. Қолдану кезінде зімбірдің буларын жұтуды ұмытпаңыз. Бәрі бірге жағымды седативті әсерге ие болады және бас ауруларын жеңілдетеді. Үшінші, магний. Мигрен мен бас ауруының жиі кездесетін мәселелерінің бірі денедегі магнийдің төмен деңгейі. 400-600 мг магний қабылдау миға қан ағымын арттырады және ыңғайсыздықты тудыратын спазмды жеңілдетеді. Магнийді де тұрақты түрде қабылдауға болады. Бұл дененің мигрен мен бас ауруларын дамытуға жалпы бейімділігін төмендетеді. Жылдам әсер ету үшін сұйық тағамдық қоспаларды қолданыңыз. Сондай-ақ диетаңызға жаңғақтар мен тұқымдар, бұршақ дақылдары, жарма, авокадо, брокколи және банан сияқты магнийге бай өсімдік тағамдарын қосу арқылы магний деңгейін арттыруға болады. Төртінші, Б дәрумендері. Б дәрумендерінің жетіспеушілігі бас ауруларының тағы бір ықтимал және жиі кездесетін себебі болып табылады. Оның пайда болу себептері туралы бір теорияға сәйкес, жүйке жасушаларында тым көп міндеттер бар. Кейде оларды аяқтау үшін энергия жеткіліксіз болады. Сонымен, B12 дәрумені сол энергияны өндіруде маңызды рөлдердің бірін атқарады. Көбінесе мигрені бар науқастарға 8 витаминді қамтитын Б дәрумендерінің бүкіл кешені тағайындалады. Б тобының дәрумендерінің пайдасы зор. Олар бас ауру белгілерін жеңілдетіп қана қоймайды. Сонымен қатар ми жасушаларының жағдайын, қан айналымын, жүрек, қан-тамыр жүйесін және иммундық жүйелердің жұмысын жақсартады. Бесінші, лаванда мен жалбыздың эфир майлары. Бұл эфир майларының табиғи қасиеттері оларды бас ауруын жеңілдетуге өте тиімді етеді. Теріге қолданған кезде жалбыз майы зардап шеккен аймақтарға қан ағымын ынталандырады. Бұл спазмды жеңілдетеді және ауырсынуды басады. 2 майдың бірнеше тамшысын алақанға араластырыңыз. Содан кейін маңдайға және мойынның артына ақырын уқалаңыз. Бас ауруы басылуы үшін тыныш орында дем алу өте маңызды. Алтыншысы, шөптер қайнатпасы. Бас ауруын жеңілдететін көптеген шөптер бар. Ол бастың тарылған қан тамырларына босаңсытатын әсер етеді. Бұл шөптің тағы бір қабілеті бар. Қабынуды және ауырсынудың басқа да түрлерін басады. Жемедақтың қайнатпалары және көктемгі примула, лаванда, розмарин, жалбыз және валериана топтамасы олардың тиімділігін дәлелдеді. Жетіншісі, тыныштандыратын ванна.
Бас ауруларын жою әдістерінің бірі қажетсіз токсиндерді тазарту. Осы ретте бойынша детокс ваннасын үнемі қабылдап көріңіз. Ваннаға ыстық су құйыңыз. Терінің бетінен токсиндердің қозғалысын ынталандыру үшін температура жеткілікті жоғары болуы керек. Су салқындаған сайын сіздің денеңіз зиянды токсиндерден бірте-бірте құтылады. Бұл ваннаны 7-10 күнде бір рет қабылдаңыз. Суға 1 кесе ас содасын қосыңыз. Ол бактерияларды жояды, қабынуды азайтады және теріні жұмсартады. Міне осымен бас ауруымен сәтті күресетін бірқатар табиғи құралдарды атап өттік. Тұтастай алғанда өзіңізді тыңдауға тырысыңыз. Мазасыздыққа не себеп болуы мүмкін екенін талдаңыз. Мүмкін бұл өзгерген диета, ал бас ауруы аллергиялық реакциядан туындауы мүмкін. Немесе сіздің денеңіз сусызданған, немесе сіз тамақты өткізіп алғансыз және қандағы қанттың аздығынан басыңыз ауруы мүмкін. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Олай болса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.